Баршаларыңызға сәлем-алейкум, сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге адам не нәрсеге мақтанбаған жөн, сол туралы айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бұл аудио аңыз әңгімеге сүйеніп жасалынып отыр. Аңыз әңгімеде адам баласы 7 түрлі нәрсеге мақтанбаған жөн дейді. Ең бірінші, ғалыммын деп мақтанбасын. Әзәзілден асқан ғалым жоқ еді, түбінде мақтанамын деп шайтанға айналады. Екінші, баймын деп мақтанбасын. Қарынбай мақтанам деп жерге тірідей жұтылды. Үшінші, тақуамын деп мақтанбасын. Тақуалық асқан бариса, бірақ сәтте кәпір болды. Төртінші, менің бабам текті деп мақтанбасын. Бабамыз болған адам ата да бидай жеп жұмақтан қуылды. Бесінші, ұрпағым көп деп мақтанбасын. Перғауын мен Шәддаттың баласындай ұрпағы мол жан жоқ, бірақ сансыз ұрпағынан бір пайда көрмеді. Алтыншы, сұлумын деп мақтанбасын. Жүсіп құдықта жатқанда оны керуеншілер шығарып алады. Сұлулығына қызығып сатпақшы болады. Сонда Жүсіптің көңілі бұзылып, мені базарға қоятын болса, дүниенің байлығы жетпейтін шығар деп ойлап қалады. Бірақ құлдыққа сатылғанда құны бір бақырға да татымады. Жетінші, мықтымын деп мақтанбасын. Нұх заманында құждан асқан алып мықты жоқ еді. Топан су қаптағанда Нұхтың кемесін келеке етіп, мен алыппын, су сирағыма да жетпейді деп паңданады. Бірақ суда аяғы шіріп, ол да жерге жұтылады. Мінекей менің құрметті оқырмандарым және де канал қонақтары, адам баласы дәл осы 7 түрлі нәрсемен мақтанбаған жөн екен. Мұқият тыңдасаңыз, барлық 7 түрлі нәрсе ол Алла Тағала тарапынан адам баласына нәсіп етілген дүниелер. Егер Алла сізге сол нәрселерді нәсіп қылмаса, ол сіздің басыңызда болмайтын еді. Сондықтан кез келген уақытта шүкір етуді ұмытпаңыздар. Себебі шүкір етсеңдер арттырамын деген Алла Тағаланың уәдесі бар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.